Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде 3-ші сынып математика сабағы 101-ші сабақты бастаймыз. Өзіңді тексер. Білу. Бірінші есепке қараймыз. Білу. Тік бұрышты параллелепипедтің жазбасын қалай жасауды болатынын білемін дейді. Мына жерде бізде тік бұрышты параллелепипедтің жазбасын әзірле дейді. Мысалы, мына жерде бізге ашық түрі берілген, яғни жиналған түрі емес, ашық кәдімгі түрі берілген. Енді біз бұны, мысалы, бұл бізде бір болса, ортасында мысалы дәптерімізге жазып сіздерге көрсетейін, егерде мысалы былай болса, мысалы мына фигура мен дәптеріме осылай салдым, яғни мына жағы қарама-қарсы жағы, мынау екеуі бір-біріне қарамаса, мынау мен мынау қарама-қарсы біріне. Сонда егер мына жағы бір болса, бізге қарама-қарсы жағы бізде 6 болады, Сонда қосындысы 7 деген сөз ғой. Мұн жағы 2 болса, қарама-қарсы жағы 5 болады. Мұн жағы 3 болса, қарама-қарсы жағы 4 болады. Яғни қарама-қарсы жақтарының қосқан кезде бізге 7-ге тең болу керек, Екіншісі бізде түсіну, ойын текшесінің суреті мен оның жазбасы берілген дейді. Және де текшенің астыңғы жағында, сол бүйір жағында, артқы бүйір жағында қанша нүкте бар дейді. Мына жерде бізге текше берілген және текшенің ашық түрі берілген, бір сөзбен айтқанда. Енді текшенің астыңғы жағында білуіміз керек, өйткені үсті бізге белгілі, өйткені 4 нүкте бар, Сол бүйір жағында бізде белгілі, сол бүйір жағында дейді, яғни мына жағы арт жағы, мына жағында көрінбей тұр бізге, бірақ оң бүйір жағы белгілі, бізде біреуі бар. Артқы бүйір жағында қанша нүкте бар дейді. Артқы бүйір жағы бізге көрінбей тұрғанымен алдыңғысы 2 бар, Енді бізде 2 болса, артқы бүйір жағында қарама-қарсы 5 болады. Бізде сол бүйірінде, оң бүйірінде біреу болса, мінекей, енді сол бүйір жағында 6 болады, қосындысы 7-ге тең. Және де артқы бүйір жағында, алдыңғы бүйір жағында бізде 4 болса, мінекей, белгілі, мінекей 4. Сонда бізде артқы бүйір жағында 3 болады екен. Сонда қарама-қарсы 7-ге тең болады, Және де бұлай жасаңыздар да болады. Текшенің астыңғы жағында 3, сол бүйірінде 6, артқы бүйір жағында 5 деп жасаңыздар да болады. Келесі бізде қолдану, тік төртбұрыш туралы білімімді тік бұрышты параллелепипедтің жазбасын жасау үшін қолданамын дейді. Мына жерде жазбадан бірдей қабырғаларды тауып, атауын жаз, онда тік төртбұрыштардың нешеу екенін анықта дейді. Мысалы, мына жерде А мен Д, яғни мына аралық. Келесі бізде В мен С, яғни оның асты В мен С. Енді Е мен Л, яғни мына Е мен Л тағы да бірдей. Одан кейін Т мен О, және де F пен К, және оған қарама-қарсы R мен P бізге бірдей болады екен. Бұл жерде біз оны 1 сантиметр 2 миллиметр деп жазсақ болады, шамамен. Келесі бізде енді тағы да басқа бірдей қабырғаларын табамыз. А мен Б, Д мен С, Е мен Т, яғни мына жері, Содан кейін Т, Л мен О, М мен Н. Бұл жерде бізде мыналарға қарағанда мына жағы кішкене сәл-пәл ұзындау, сол үшін 1 сантиметр 6 миллиметр деп жазсақ та болады. Одан кейін бізде Д мен Е, мінекей, С мен Т, Л мен М, О мен Н, және де бізде Е мен Ф, яғни мына жері, Е мен Ф, және К мен Л, және төменгілері бар, Т мен Р, О мен P бар екен. Оның барлығы бізде мыналарға, алдындағыларына қарағанда әлдеқайда кіші. Сол үшін бізде 9 миллиметр деп жазсақ болады. Бұл жазбада 6 тік төртбұрыш бар екен. Келесі бізде талдау, текшенің қай жағынан аударылған және оның жақтары қалай белгіленгенін таба аламын дейді. Текшелердің қайсысы жазбаға сәйкес келетіндігін дәлелде дейді. Мына жерде бізге 6 нұсқалы текше берілген,
және де бізге ашық түрінде берілген, яғни оң сол бүйірін тауып мына текшелерді жинаған кезде қай текшеге сәйкес келеді. Алдымен бізде қызыл текшені төбесі деп алатын болсақ, мынау бізде астыңғы жағы, көрінбей тұратын жағы. Енді қараймыз. Яғни мынау сәйкес келмейді. Бір сәйкес келіп тұр әзірше, екі сәйкес келмейді. Өйткені мынау мына жағында тұр, ол. Одан кейін қызылды төбесі деп алсақ, мынау да сәйкес келмейді, және мынау да сәйкес келмейді, Қызылды төбесі деп алсақ, оған қарама-қарсы астында бізде мынадай болады, яғни 5 пен 6-да мүлде сәйкес келмейді. Бізге тек бір ғана сәйкес келіп тұр. Себебі төбесінде қызыл болса, жинаған кезде оң бүйірінде алдына мынау шығады, бүйіріне мынау шығады. Сонда мынау алды, мынау арты, мынау төбесі, мынау астыңғы бөлігі, мынау оң бүйірі, мынау сол бүйірі екен. Келесі бізде жинақтау. Текшенің суреті бойынша жазбаның әр жағына нүктелердің суретін сала аламын дейді. Жазбада нүктелердің суретін сал деген, Мысалы бізде 6 түрлі текше берілген, әр қайсысында мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6 алдыңғы жағында осындай сандар берілген, Енді осыған біз қарама-қарсы беттегі қылып, яғни екі қарама-қарсы бетін қосқанда 7 шығатындай қылып нүктелер салатын боламыз. Бұл үшін тура осылай дәптерімізге жазып аламыз. Енді бізде ортасы бізде 1 болса, яғни оған қарамас жақ 6 болады, сонда қосқанда 7 болады. Одан кейін біздегі сол бүйірі бізде 4 болса, оған қарама-қарсы бүйірі бізде оң бүйірі 3 болады, сонда қосындысы тағы да 7-ге тең. Бізде үстіңгі жағы мінекей 2 болса, астыңғы жағы 5 болады, сонда ол да 7-ге тең. Осылай нүктелерді жазсаңыздар болады. Келесі бізде бағалау. Текше мен оның жазбасы дұрыс табылғандығын тексере аламын дейді. Қателерді тап. Талғат осы текшенің асты мен үстін таңдап алды. Астында қандай түс болуы тиіс екендігін анықта дейді. Мына жерде бізде күлгін және тағы да ашық күлгін берілген, және де қызғылт сары сияқты берілген, ашық сары, жасыл, тағы да бір қызғылт сары берілген. Сарғыш десек, мысалы мынаны астыңғы бөліктері, мынау үстіңгі бөліктері. Енді қараймыз. Егер біз үсті мынау болса, оның асты, яғни мынау болып тұр, Мынау жасыл асты болса, үсті мынау болып тұр. Демек бізде мынау бізде оң бүйірі болса, мынау оң бүйірі болса, мынау бізде сол бүйірі. Мынау бізде асты болса, мынау бізде үсті, мынау жоғарғы жағы болса, алдыңғы жағы болса, мынау артқы жағы деп алатын болсақ, Талғат осы текшенің асты үстімен таңдап алды дейді. Яғни үсті мынандай болса, асты сары болып тұр, мінекей. Енді мынадай болса, яғни оның асты жасыл дейді. Негізі мынандай болу керек. Және де асты мынадай болса, оған қарама-қарсы мынау болу керек. Демек, мына екеуінің орны ауысып кеткен сияқты. Сонда жауабы бізде үсті көк, күлгін және қызғылт сары, асты сары, сарғыш және жасыл болады екен. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.